Tamam. Kabul etsin onu. Ne iş yaptın da var? Жақсы мейдан шыққан. Siz onu alın. Өлең жырыл жол тапса жүректерге, ақынды сонда халық бағалайды. Уарап ата, сол ақынның бірі сіз, орта емес, майда емес, ірісіз. Ақпар қажы, ақын және демеуші, бір ісіне озық тұрар бір ісін. Саламатсыздар ма? Алдымен өзім сәлем беріп алайын. Құрметті қонақтар, ата-аналар, ұстаздар және ата жолы қуған жас ақындар, шәкірттер. Бүгінгі рақым атқа 70 жастатты мерекелі сазды бағдарламамызды бастауға рұқсат етіңіздер. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Рақым Балабиев, елімізге танымал ақын, мәдениет қайраткері, қаламыздың, мектебіміздің құрметті азаматы Ақпар Қажы атамыз 70 жасқа толып отыр. Өнегелі отағасы Рақым ата, жұбайы Салиха апа, екеуі 3 ұл, 4 қыз өсіріп, 20 немере сүйіп отырған бақытты ата. 70 деген асқақ асу еңселі, 70 деген парасаттың өлшемі, 70 деген даналықтың басы бұл, ұрпағымен өрістейтін өркенің деп, осы салтанатты кештің ашылу рәсімін мектеп директоры Асан мырзаға сөз беремін. Қадірлі Әлішер Қайымұлы, құрметті әрсәттер аға, Рахым аға және қонақтар, халқының өнерін сүю, оны құрметтеу және жанына серік ету адамның ең бойындағы жоғары қасиет. Әкімін сыйлаған елдің босағасына ат байланса, ақын сыйлаған елдің босағасына бақ байланды дейді Реке. Бүгінгі қуанышты күніңіз құтты болсын. Тек қана сіздің қуанышты күніңізді өзектемеңіз. Біз мына мектеп қаланың бүгінгі қуанышты күнді өзектеміз. Ол бүгінгі біздің мешітіміздің ашылуына сай келіп тұрған, сондықтан да осындай жақсы жырларыңызбен қуанта беріңіз. Қош келдіңіздер мектепке. Ал енді сізге орамал томбалын айтып жол болады дейді. Мына мектеп ұжымының атынан иығыңызға шампан жауып көрсетіңіз.
қолында Ақбар Қажы Балабиев ақын бар. Халқы туған жарық айдай. Бабалары би, аналары асылдар, ал шәкірттері осындай. Елім деген азаматтың бірісің, асқақтады жанартаудай мұңлысың. Қуанышыңа ортақтың қалың ел, құтты болсын ұлы тойың ұлысың. Жарық болып мөлдір каусар бұлағың, ұрпағың жаққан өнер шырағың. Енді міне екі нұр жинағың, мұсылманға арналыпты сырлағың. Құтты болсын 70 деген жасыңыз, тағы талай асулардан асыңыз. Еңбегіңіз жаны берсін жарқырап, туған елге жыр шашуын шашыңыз. 70-те ақылатқан танадайсың, шашыңа түспеген баладайсың. Күш қайратының бойына тұрақтаған, Қаратауды болжап тұрған қырандайсың. Еңбектің қазанын ақ қайнағансың, кентаудың іргетасын таласқансың. Ақындық жолын бірге ала жүріп, жастарды жыр додада шыңдағансың. 70-ге келіп рағым ата, қуантты бүкіл кентауды. Ұлы адамдар халқымыз ардақтаған, жақсы сөздер айтылған, арнап сізге халық үшін жүресің білемін мен. Жасайсың жақсылықты жүрегіңмен, кішіге өнегеңді үлгі етіп, жайлайсың көңілден тілегіңмен. Кең пейіл ақ көңілді әділетті, еліңнің бастан кетпес бақыттысың. Көп ішінде көлдей боп толқындаған, рақым ата бақытты өмір сүргін, тебіреніп қуанышты шын көңілмен тілеймін асыларды амандықты. Құтты болсын тапқаның мына өмірден, рақым ата ұлан асыл жетпісің мерейтойын. Жетпістің көтеріліп белесіне, отырсыз бақытыңның кемесінде. 70-те де өзіңізді кім айтады, жай қалған құрақтайсыз. Көк белегі өмірдің қызығына қаныңызда, салыңыз тағы 30 жыл алдыңызға. 70-тен қорқатығын түгі де жоқ, әлі де тояттайсыз балқымызға. Қор егеменді елім. Біздің мектебімізде Рахым атаның жолымен келе жатқан жас
ізбасарлары қаншама. Ұстазсыз шәкірт тұл дегендей, осы оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып жүрген ұстаздарымыз Жақпекова Назира апай орындауында арнауы Мамын ағаға. Құрметті Рахым аға, сізге арнап жатқан өлеңімді қабыл алыңыз. Арымыздың ардақтысы қауым елдің, арынды ақынысың мынау елдің, саулығымды тілекмен жүрем ылғи, сырласып сырға толы өлеңіммен. Жақсылармен өкшелес көп әр қадамың, ағажан мұқалмасын жыр қаламың. Өзіңдей ақыны бар жерлестерің қалайша мақтанышпен жырламасын. Көктемнің жұпар иісті самал желі, ырғалып ағаш біткен кербел еді. Жалынды жырға толы ақыны бар халқымның айдарынан желес еді. Ал енді қадірлі қонақтар, мынау бүгінгі кабинет осы Рахым ағамызға арналған, мынау қажылық сапарға арналған Рахым ағамыз мынау қажылық сапарға барғаннан ақпарға бүгін ағамыз соған барып келген суретпен мынау отбасы мына жердегі отбасының Әбеке мынау сіз, мынау сіздің суреттеріңіз. орында киіндік. Мынау отбасы Рахым ағамыздың мына енді ол ары қарата мынау өмір керегі және осы халқымызда қаламызда Рахым ағамыз мені басқарған сөзін жұмыс қызмет атқарған жұмыс қызмет мынау ақын ағамыздың шәкірттері бізде 21 ақын бар. Осы қаламызда жақында ғана облысымызда екінші орап келді. Бізде балаларымызды тәрбиелеп осы ағамыз айына бір екі рет келіп осы жерде арнайы үйірмесі бар. Ағамыздың осы бір ауыз сөз айтсаңыз, біздің мектебімізде Әл-Фараби атындағы мектеп осы қаладағы Әл-Фарабиді өзіңіз алғаш елімізге танытқан өзіңіз, сондықтан бір ауыз сөз тілексіздер. Элхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина ва шафиина Мухаммад аля алихи ва асхабихи ажмаин. Құрметті мектеп ұстаздары, шәкірттер, мына мектеп біздің Абу Насыр әл-Фараби атамыздың бүкіл дүниежүзіне қастерлі ұлы адамның атында екен. Үлкен салмақ жүктейтін жай сол кісі салып кеткен ғылым білім жолын қуу біздің қазір әрбір жастарымызға үлкен борыш деп айтуымыз керек. Жуырда енді ол кісі Отырар қаласында туылып, ғылым білім іздеп, сауда саттық емес, ғылым білім іздеп, сонау таяу жерде Орта Шығыс елдеріне кеткен, Бағдадта тұрған, Дамаскіде тұрған, сонда қайтыс болған, отанына қайтып орала алмаған. Сол кісінің басына барып біз ортақ ғалымдар, мына Алматыдағы Әл-Фараби атындағы университеттің ректоры, Отырардағы музейдің бөлім меңгерушісі, Отырар ауданының әкімі, сосын Хабар телеарнасының бірінші қызметкерлері барып, атамыздың басын топырақ салып, Дамаск қаласының ортасында жатыр екен. Ол зираттың сақталғаны, сол зиратта пайғамбарымыз алейхиссаламның жұбайы жерленген екен. Хапса деген кісі, және басқа немере шөберелер жерленген екен. Сол себепті жаңағы зират қастерленіп, күні күнге дейін жеткенінің мәнісі. Сол жерде де біздің бабамызға да орын бұйырыпты. Және сол жерден тағы да Бейбарыс атамыздың да үлкен зираты жатыр екен. Кесенесі, мавзолей. Ол кісі де сол жерленген екен. Өзінің өтінішпенен. Міне сол ұлы адамдардың басына барып топырақ салып, олардың топырағын сол Отырар жеріне жеткізіп, ол да үлкен бір жастарымызды тәрбиелеуге, өткенді қастерлеуге шақыратын үлкен іс деп ойлаймыз. Міне біздің сол барған сапарымызда олар да мінекей Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін, егемен ел болғаннан кейін бабаларымыз деп өткен ғасырларда қазақ елін әйгілеген атын шығарған осындай аталарымыз деп топырақ салып жатыр деп өте қатты риза болдым.
мемлекет басшылары, министрлер қабылдап, сол зираттарды реставрациялауға кірісті. Міне сол мектепте бүгін біз мына Рахаңның тойына тап келіп қалыппыз. Сәт түсіп, біздің келген мақсатымыз бүгін мешіт ашу. Кентау өңірі исламның үлкен бір орталығы деуге болады. Бұл жерде Қарна деген үлкен бір медресе болған. Мұхтар Әуезов келіп осында болған екен. Анау Павлодарда жатқан үлкен дін қайраткері Машкүр Жүсіп Көпеев атамыз да осында кезінде оқыған екен. Шәді Төре Жәңгіров деген ағамыз үлкен жазушы, ақын осында оқыған екен. Міне осы жердің сондай үлкен бір ұлағатты жерде ойлайды Кентау. Мінекей сол бүгін ағамыздың тойы құтты болсын. Сондай жерде сол үлкен ұлылар салған дәстүр жоғалмасын. Жастарымыз сол аталарына орын өткен, елдің атын шығарған, отанның атын шығарған. Соған лайық болып өсе берсін. Сіздер тәрбиешілері сондай етіп жастарымыз тәрбиелей берулеріңізге Алла Тағала жар болсын. Баракалла, сізге Алланың нұры жаусын. Рахмет сізге. Ән ағатай орындайтын талшын. Армысыздары, құрметті қонақтар, жыр сүйер қауым, қадірменді ағайын. Қай кезде халық өз арасынан шыққан аял азаматын қадірлеп, құрмет тұтқан. Халқымыздың данышпан, ұлы ақыны Абай атамыз туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірердедің деп айтқандай, сөз құдіретінің, сөз сиқырының, өлең жырдың тума таланты, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Кентау қаласының құрметті азаматы, Қазақстан Қажылар ассоциациясы, Кентау филиалының төрағасы, Кентау қалалық Қаратау Тәжі шығармашылық бірлестігінің төрағасы, Ақбар Қажы, ақын Рахым Балабиевтің 70 жылдық мерейтойымен екі дүние нұры атты, екі томдық кітабымен Кәусар бұлақ атты кітаптарының тұсаукесер кешіне қош келдіңіздер. Қазақ халқы өзінің ақындарын, өнер адамдарын қашанда қадірлей білген халық. Рухы бай ақынның тілі де бай дегендей, Рахым ағаның тілі, ойы, өз шеберлігімен ұштасып жатады. Адамшылық қасиеттерді үндеу, оқырманды поэзия тілімен жақсылыққа, жасампаздыққа шақыру оның айнымас мақсаты. Ақын көптеген жыр кітаптарының авторы. Кентауым гүлбағым, жан сыры, төскей саз, жүректерге жол іздеу, жан шуағым, жел қайық, саңғылдар және тағы басқа. Бүгінгі сән салтанат, бүгінгі құрмет, бүгінгі ән жыр сізге арналады, ақын аға. Қасиетті Қаратау баурайында, Қаратау Тәжі Кентау қаласында қаншама ұланғайы жыр жазып келе жатқан, қазақ жырының айбынын асырып, мерейін аспандатып жүрген асқарында абыройлы, ел құрметіне бөленген Рахым ағамызды сахна төріне шақырамыз.
тілектер, ақша бұлттар, армандар, ақ қанаттар асқақтаған аспандар, ақын келді тойымызға ентелеп, ақ көңілмен дос келді деп ұғыңдар. Ән Кентауым Гүлбағым, сөзі Рахым Балабиевқа, әні Қайрыгелді Төкібаевқа, орындайтын Айгерім Әбдіраимова. Қала тарихында өзінің азаматтық еңбектерімен тұрғындары сүйіспеншілігіне бөленіп жүрген Кентау қаласының әкімі Алишер Хабибуллаұлы Пірметовке бүгінгі
мешітті ашу рәсімі беріледі. Кентау қаласының қонақтары, аса қадірлі жерлестер, кеше күні басталған Кентау қаласындағы үлкен іс-шаралар бүгін жалғасын табуда. Бүгінгі негізгі атап өтіп жатқан күніміз барша мұсылманға ерекше қасиетті күні болып саналатын Мәуліт күні. Одан қалай беретін болса, Кентау қаласында біраздан бері армандап, мұсылман қауымы тілеп жүрген үлкен оқиғаның бірі Кентау қаласындағы бүгін жердегі Алла тағаланың үйі деп аталатын мешітіміз салынып бітті. Соның ашылу салтанаты болмақшы. Осы екі үлкен дін саласында болып жатқан іс-шараға қатысты бүгін Рахым қажы Балабиевтің үлкен 70 жылдық мерейтойы келіп қалды. Бұл кісі туралы айтатын болсақ, әрине менен баршаңыз артық білерсіздер, өйткені қоян қолтығы араласып, күнделікті осы кісімен сырласып жүрген азаматтарсыздар. Дегенмен де мен ойлаймын, әрбір әкенің, әрбір ананың ең үлкен мақсаты, ең үлкен қуанышы өзінің өсіріп жатқан ұл-қыздардың жақсылығын көрсе, олардың осы өмірдегі жасап жатқан игілігі істерін көрсе деген арманы болатын шығар. Олай болатын болса, ағамыз жеңгеймен бірге керемет ұл-қыздар тәрбиелеп, ұл-қыздардың өзі бір ғана қалада емес, республикада танымал азаматтар болып жүргені баршамызға мәлім. Рахым ағамызға тілеріміз, ағамына өмірдегі жасыңыз ұзақ болсын. 70 шек емес, Алла тағаланың берген иншалла жасы мол болсын. Өсірген ұл-қыздарымыздың көрген қуаныштары мол болсын. Кентау қаламыздағы осындай үлкен жақсы іс-шаралар көбінен болсын. Осы жерде отырған қауымдарға 70-ге келмегендеріңіз Алла тағала 70-ін берсін. 70-те келгендеріңіз содан аса беріңіздер. Ең бастысы бастарыңыздағы бақ берекелеріңіз кетпесін. Бүгінгі Кентау қаласында болып жатқан осындай игі іс-шараларға, дін саласында болып жатқан үлкен іс-шараларға арнайы Қазақстан Республикасы мұсылмандар діни басқармасының басшысы Қазіреті Әбсаттар қажы Ербісәлі ағамыз келіп жатыр. Рұқсат етсеңіздер, сол кісіні сахна төріне шақырып, бір ауыз сіздер тілегін айтса. Аға, төрге шығыңыз. Қазақстан мұсылмандар дін басқармасының бас мүфтиі Әбсаттар қажы Ербісәлі ағамыз. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve habibina ve şafiina Muhammed ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli Kentaulik bawırlar, бүкіл әлем мұсылмандарының сардары, Алла тағала әлемге рахмет етіп жіберген ұлы Хазіреті Мұхаммад алейхиссалам пайғамбарымыздың туған күні Маулид ан-Набауи аш-Шариф құтты болсын дегім келеді. Пайғамбарымыз алейхиссалам туған күні 9 сәуірден басталды. Ол бір ай бойы тойланады. Әлем бойынша 9 мамырға дейін. Осы біздің келу мақсатымыз жаңа әлішер айтып кеттініміз, Кентау қаласында мешіт ашу салтанатына қатысу еді. Осы салтанатқа біз екі удай ойменен келдік. Бірінші мешітке, мешіт ашуға қуана келе жатырмыз. Құда қаласа, иншалла, бүгін ашылу салтанаты болады. Сіздер де қатысасыздар. Қазақстан әлемде өзінде үлкен орны бар
әлемдік қауымдастықта үлкен өркениет, білімділер елі. Кейде ана шетелдерде Стан деген сөзге қарап, біздің елді Пакистан, Ауғанстанмен шатастырып жатады. Білмейтіндер, сауатсыздар. Бірақ білімділер Қазақстанның ол станға қатысы жоқтығы, тіпті Орта Азия елдерінің ішінде өзінің үлкен орны бар ел екендігін айтып жатыр. Шынында да солай. Біз мінекей тәуелсіздік алғаннан бастап Қазақстан өзінің дұрыс жолын таңдап алуына байланысты мінекей Орта Азия республикаларының ішінде басқаны былай қойғанда озып алға шықты. Осы алға шығу дін саласына да қатысты. Қазақстан тек қана саяси тәуелсіздік алған жоқ, сонымен бірге біздің дініміз де тәуелсіздік алды. Дініміз де егемендікке қол жеткізді. Мына Рахым ағам біздің бір өлеңін жазып қойыпсыздар, соны қарап айтайын деп тұрмын. Қайта оралды дінімде деп. Рас? Қайта оралды. Қайта туды күнімде деп. Рас? Қайта күніміз туды. Еркіндігі берілген байтақ елім өте дұрыс айтылған. Сізге Алла разы болсын. Шында да солай. Ал енді жаңа айттық, екі ұдайымен келдік деп, екінші көңілімізді қауал жатқан іште ереніш тудыратын да жағдай бар, Кентауға байланысты. Сол да есімізге түсіп келді. Кеше газеттерден оқыдым, Астана қаласында Хизбут Тахрирдің бір мүшесі тұтқындалды деп жазыпты. Кентау қаласының азамат дейді. Бұл қалай кентаулық бауырлар? Неге бала тәрбиесін, ол қыздарыңыздың тәрбиесін неге бетімен жібергесіздер? Олардың ата-анасы жоқ па? Әке-шешесі жоқ па? Аға бауырлары жоқ па? Неге дұрыс жолға түсуге ықпал етпейсіздер? Жаңа Рахым атамыздың ұл қыздарын айтып жатыр. Тамаша ұл қызды өсіріп деп жатыр. Қалғандарымыз ше? Мінекей егеменді ел болдық дедік. Дінімізге еркіндік берілді дедік. Олар халифат құрамыз деп. Осыдан бір апта бұрын мен Меккеде болдым. Мекке қаласында ислам уммасының бірлігі деген тақырыпта 150 елден делегаттар келді. 150 деген сіз дүние жүзі деген сіз ғой енді. 7 күн бойы Меккеде үлкен конференция болды. Әлемнің түкпір-түкпірінен ең үлкені дін министрлері, муфтилер, және осы исламды, дінді зерттеушілер. Соларды мен сұрадым. Реті келген жерде, араб елдерінің түрлі қайраткерлерінен. Сіздерді осы халифат не құрмайсыздар? Жоқ, ат тонналы қашады. Жоқ, бізге Египеттің республика болғаны керек. Сирияның республика болғаны керек. Тағасын тақылар. Ол бұрын болған тарихта. Қазір керек жоқ. Деп өздер бас тартып отыр. Біз қайдағы бір утопияны халифат құрамыз деп, біздің тарихымызда болмаған нәрсені көтеретініміз, бізді пұшаймандыққа осында келе жатып, үлкен ойға қалдырды. Мен Орта Азияның да бір қатар елдерінде, Кавказ елдерінде де түрлі сапарларда болып тұрамын. Біздің елімізде Қазақстандағы секілді дінге бостандық беріп отырған елдер аз. Мен бір елде болдым. Жұма намазына қатыстым. Сонда имамы қолына конспектін алып, соны оқып жатыр. Бастан аяқ. Сосын біткен айтып, сіз неге өз сөзіңізбен айтуға болмайды? Ойбай, болмайды. Неге? Оны жазып берген түгел оқу керек. Сол бір сөз қосып жіберсем басым кетеді. Мінекей, бізде ондай жоқ қой. Біздің барлық мешіттеріміз ашық. Имамдарымыз өзінің қалаған үгітін жүргізіп жатыр. Жақсы мағынада. Имандылыққа, ізгілікке тәрбиелеп. Біздің мемлекет басшымыз Нұрсұлтан ағамыз мешіт салудың үлгісін көрсетіп жатыр. Шамалған деген жерде 1,5 мың орынды үлкен мешіт салдырды. Өзінің қаражатына. Мен барып аштым 2000 жылы. 2004 жылы Сауд Арабиясына ресми сапар болды президенттің. Мен бірге бардым. Сондай бір күн қалған кезде, шай ішіп отырған кезде жай айтты, біздің мына Ресейменен шекаралас уәлаятымызда мешіт жоқ деп
bir aşını aytıp kaldı. Siz keterде Savattың әмірлерінің bir 2 milyon dollar çek berip, siz keşe bir әңгімеңізде, bir öyleyatlarыңızda meşit жоқтап қалдыңыз ғой, міне сізге сөрге meşit салдырыңыз деді. Сол Петропавл қаласында былтыр 28 ноябрь күні ашылды. Мен барып аштым. Тайыр Мансуровпен, Солтүстік Қазақстан облысының әкімі. Жазылып дастарханы берекенің нұр шашты шуақтанып мереке күн танытты бұл қазағым жер жүзіне өзінің дәстүрі бар ел екенін. Ән бесік жыры орындайтын Мауленова Асия. Қабыл алыңыздар.